Bir-birini көріп қалса не қылу? Ассаламу алейкум деп сәлем беру. Бізде қазір көп мәдениетті адамдар, жаман көп оқыған кейбір кісілер кездескен кезде не деп амандасады? Амандаспайды, олар сұрақ қояды. Сәлеметсіз бе дейді. Ар жағындағы адам ше, ол да сұрақ қояды. Сәлеметсіз бе дейді. Болды, екеуі өтіп кетеді. Жауабын кім береді ол? Кім беру керек вообще оның жауабын? Өтірік қойсы, рас па? Сәлеметсіз бе дейді. Анау да біледі, сәлеметсіз бе дейді. Екеуі де сұрақ қояды. Жауап жоқ. Сол жинасына келді, сол мұғалім сабағына қатыспай қалғанымызды білмеймін ғой. Ал мұсылмандар бір-бірін көргенде қол беру парыз емес, құшақтасу парыз емес. Бірақ ассаламу алейкум парыз. Уәжіп қой енді. Ассаламу алейкум айту уәжіп. Бұл ассаламу алейкумды кім шығарды? Арабтар шығарды ма? Жоқ. Бұны адам атаны жаратқан Алла Тағала неде? Жәннатта. 18 мың әлем тілін үйретеді да, анау бір топ періштелер бар да амандас дейді. Сенің амандасың сұрайтын болса, қайтадан ауырып қаласың. Мына білем маған дұшпандық ойлап жүріп, түсқайда келіп көңіл сұраған не істейді? Больницаға баратын болсаң түске дейін ақ болып, бәрі кешке барып жатырмыз ғой. Түсқайда не анау? 5-ке дейін. Тихий час дейді. Ал пайғамбар саллаллаху айтады, егер де сенің бір мұсылман бауырың ауырып қалды ма дейді, оның көңілін сұрау саған уәжіп, хақың сенің ауырып бардың. Ал енді сол мұсылман ауырып жатқан мұсылман бауырыңның көңілін сұрауға таңертең шықсаң дейді, кешке дейін 70 мың періште сізге дуа қылады. Ал кімде-кім түс қайта кешке шығатын болса, бір адамның көңілін сұрауға ауырып жатқан 70 мың періште ертеңгі таң атқанша сізге дуа қылады. Ал осыны білген мұсылман адам ауырып жатса, кешке біреу көңіл сұрап келетін болса, ренжи ме енді ол? Ол ренжімейді. Біздің осы сауатсыздығымыздың кесірінен бірімізге ренжіп, дұшпан көріп жүрміз да бір-бірімізді. Сондықтан ауырып жатқан адамның көңілін сұрау. Баяғыда бабаларымыздың заманында мына Осман империясы деген болды ғой. Осман империясында былай болады екен. Көшеге қараған терезеде қызыл гүл тұратын болса, мына үйде бойжеткен қыз бар, құда түспеген деген белгі екен. Ол кезде біз ше қазір ауылда кімнің қыздың фигурасы қандай екенін бәріміз білеміз ғой. Кімнің қатынның фигурасы қандай екенін. Ол кезде ондай емес екен да. Кімнің үйде қыз бар екен, оның дене бітімі басқасы қандай екенін онша біле алмайды екен. Өйткені әйелдер базарда істемейді екен да, еркектер істейді екен да, жұмыстың бәрі көшеде екен. Ал егер көшеге қараған терезеде сары гүл тұратын болса, мына үйде ауру адам бар деген сөз екен. Ана көшеден тасырламай, айқайламай тыныш өт деген белгі екен. Ол кезде пластик болмаған екен ғой. Көңілін сұрайын десек, мына үйде ауру кісі бар деген сөз екен. Сары гүл. Сосын олардың есігінде 2 қоңырау тұрады екен. Біреу кішкентай кольцо ұратын, біреу дәу кольцо екен ұратын. Есік бейт ұратын шығар. Егер сол үйге бөтен бір әйел кеп тұрса, мына үйдің әйеліне жолығуға, ол ана кішкентай кольцоны ұрады екен. Тың-тыңге тағылады да. Үйде отырған адамдар әйел кеп тұр. Ал ана еркек келетін болса, дәуірін тағы тағылады да. Енді әйелдер бар есік ашпайды, еркектер бар. Еркек кісі кеп тұр үйге деген белгі екен. Міне мәдениетті. Енді мұсылманның бір-біріне ақысының үшіншісі ақыл сұраса ақыл айту екен. Сіз картошка егіп жүрсіз 20 жылдан бері. Мына кісі келеді да, қаладан ауылға келеді, ауылға қызмет қылайшы. Жиені бар. Қой менде картошка егейін дейді, мақта егейін енді дейді. Көкем 20 жылдан бері мақта егеді. О, көкем мына жерін қалай? Бұлай деп көрсетіп айтып беруіміз керек екен да. Ақыл сұрап тұр ғой сізден. Адам деп кеп тұр ғой. Сізді білет деп кеп тұр ғой. Осы кезде кімде-кім біліп тұрып, қызғанып білмеймін деп жауап берсе, қияметте тозақтың отынан жасалынған жүгенмен оның аузы ауыздықталады деген хадис бар. Біліп тұр, білмеймін десе да. Одан кейінгі мұсылманның 4-ші ақысы шақырса бару екен. Біздің бабаларымыз айтады, шақырғанға бармасақ, шақырғанға зар болсын. Сізді біреу қонаққа шақырды ма, ауырып тұрған жоқсыз ба?
жұмыстан шыға аласыз ба, сапарда емессіз ба, бару уәжіп. Міне ертең дүйсенбі ма, мұсылмандар ораза ұстайды. Сүннет қой енді. Сүннет. Ораза ұстадыңыз таңертең. Бірақ 11-де 6 екен хабарласады, түсі үйге шайға келдім. Тамақ істеп жатыр дейді. Не істейді анау нәпіл ораза ұстағанда? Бұзып, аузын ашып, ана үйге барып шақырмайды. Өйткені анау сүннет, адам сізді шақырды ма, ол уәжіп, оның дәрежесі жоғары. Жоғары ол дәрежесі. Ол не үшін десе, ағайындар, көршілер, бауырлар, кейбіреу бізге ренжіп жүрген болуы мүмкін, ұрысып қалған болуымыз мүмкін. Сонда анау татуласамай жүрген кезде бүкіл ағайын көршілердің бәрі шайға шақырғанда келеді ғой анау. Сөйтеді бір күн дәм татқан үйге 40 күн сәлем бар емес па? Біреудің дәм татқаннан кейін қайт оған ренжисіз. Реніштері жоғалу үшін, тарқау үшін. Шақырды ғой сізді адам құсап, үйіне қонаққа дастархан жайып тұр ғой, бала шағасын ауыздан жүріп. Қонақ қып тұр ғой сізді. Сондықтан шақырды ма, бару екен. Ой, баяғыда маған келмеген, мен де бармай, екеуі бір болып тұр. Екеуі де екі ит болып тұр ғой, бір ит. Ол шақырса демек, адам деп, туыс деп, бауыр деп, дос деп тұр ғой енді ол. Неге бармасқа? Көрдіңіз ба, ислам қайта бір-бірінің ренішін жоғалтып, татуласып кету үшін адам сияқты. Мынау кеше ана Жарқын деген ұстаз келді Түркиядан. Соның бір сөзі есіме түсіп қалды осы кезде. Ай, бауырым дейді. Нәпақа табамын деп, өмір сүруді ұмытып кетпе дейді да. Сондай сөз бар екен бабаларымызда. Нәпақа табамын деп, өмір сүруді ұмытып кетпе дейді. Анау ақша, жұмыс деп, ағайын шақырса барамайды, тойға шақырса барамайды, анау бетсе барамайды, сөйтсе барамайды. Қарасаң оны немен кетіп қалған ғой жаңа. Ал өмір сүру деген ағайынмен араласып, көршімен тату ойды ғой ол негізінде. Қаншауын айттық мұсылман ақысының? Бесіншісі түшкіргенге ярхамукалла айту. Түшкірген адам не айту керек бірақ? Әлхамды айту. Не үшін түшкірген адам әлхамды айту? Әлхамды қазақшасы Аллаға шүкір, Құдайға шүкір. Не үшін түшкірген адам Құдайға шүкір айту? Не үшін? Рахат бұл, жүрек болады. Жүрек бір какой-то бір доли секунд дейміз баны, бірдемеге бір тоқтайды деп айтады. Сосын Мүлдем болады. Ішке кірген инфекцияны шығарып тастайды. Міне, негізгісі осы. Анау мұрыннан кірген инфекциялар, вирустар, соны Құдай тағалам бізге сондай инстинкт дей ма, сезім дейміз ба, сондай берген бізге. Анау мұрнынан кіріп жатқан неше түрлі ауруды тарқатайын деп кірген нәрсені түшкіру арқылы сыртқа шығып кетеді. Алла Тағала бізді қанша аурудан аман сақтап қалып екен. Сол кезде ана адам осындай, оны вируспен микробқа марлық оқып қоямыз ба, не қыламыз бұл жерге? Оны шыққан қайып шұқылап құртамыз ба? Алла Тағала түшкіру арқылы, сол үшін адамның бетіне түшкіруге болмайды, одан кейін дастархан қарап түшкіруге болмайды деген сол екен. Сондай Алла Тағала бізді жаман нәрседен құтқарып тұрғанына түшкірген адам әлхамды айту керек екен. Ал қасында отырған мұсылмандар әлхамды айтқан адамға ярхамукалла, Алла сені рахымын алсын. Мен қайдан білейін? Сол үшін имамдарымыз бүкіл жамағаттан айқайлап, қарыз бар ма, ренжіткен жер болса кешіресіздер ма деп сұрағанда сол адамдар болу керек еді ғой. Ал енді осы хақсынан құтылатындар кімдер? Жаназа уақытында болмай қалды, бірақ жаназа хақсынан мойнына түсетіндер кімдер? Аурулар, сапардағылар, жұмыстан шыға алмай қалғандар. Бұлар енді жаназадан кейін келеді ғой. Сол үшін мен имам ретінде өзімнің ауылымда жаназа шығарсам, туысқандарын айтам. Міне халықтан мен сұрап бердім. Ал ендігі естімей қалып, келе алмай қалып, жете алмай қалып, ендігі келетіндерден өздерін сұраңдар. Мына біздің әкеміздің ренжіткен жер болса кешіріп қойыңыз, қарыз болса айтыңыздар. Жаман қатты әсер етеді негізінде. Сіз ана жаназа көре алмай қалдыңыз ғой. Барсаңыз балдар тұрда, қасама, мен әкемнің ренжіткен жер болса кешіріп қойыңыз. Жоқ, қарыз болса, жоқ қарыз. Ана адамның өзі көшеге шығып не болса да айтуға ұялып қалды.
ана кешірім сұрап тұрғаннан кеше әкесінің атынан. Егер несі болса кешіріп қойыңыз әкеміздің ренжіткен, анамыздың ренжіткен жері болса. Ойлап қараңыз. Сонда имамдар айтады, мына кісіге ренжіген жері болса кешіріңіздер. Мына халықтың бәрі осы кісіге қатысты адамдардың бәрі келетін болса, шынында да ренжіп жүрген кісілер болса ше, ана жаназаны көрген, кешірмеймін ал деп тұра ма адам? Жоқ, кешірдік ай дейді ғой. Біліп қойыңыз, қияметте есептеспейді. Мына кісі не қылып қойды? Кешірім беріп қойды. Болды, олар енді төбелеспейді қияметте. Бір-бірінің ақысын сұрамайды. Бұл бір, бірақ бұның екінші жағы бар. Қайтқан кісі бізге ренжіп кеткен болса ше. Ол бітті. Ол енді қияметте бір-бірімен есептеседі. Қияметтегі есеп азаю үшін екен ғой. Şu ağlayıp жатқанды барып, соны кешіріңіз. Иә. Ол деге айтып етпеңіз, қазір мынау енді заманға байланысты ма көріп жүрміз ғой. Кісілердің қарыздары болады мойындарында, әлде мойнына алып жатыр, жаназада жамағаттың бойынша. Бірақ солар берілмей жатырғандар да көп. Ол дұрыс емес енді. Ол Мойындаған адамның артында кетіп қалыпты енді олар. Әкесі, мынандай хадис бар. Бір кісі қайтыс болады, оның бізде Пайғамбар саламға жаназа шығарып бер деп келсе, қарызы бар ма жоқ па деп сұрайды. Бірінші мұсылман ба дейді, иә? Қарызы бар ма жоқ па деп сұрайды екен. Қарызы бар десе, онда өздерің шығара беріңдер дейді. Пайғамбар салам. Содан адамдар пайғамбар тірі шығаруға мүмкіндік болып тұр. Жүгіріп барып қарыздарын тез беріп ұтылып, я Расулалла, міне қарызын төлеп тастадық, ал енді десе, міне енді шығарамыз деп бара жатыр. Сонда әдейі анау қарыздан құтылу үшін. Сонда бүйтіп айтады екен, оның қарызы бар, бірақ төлейтін ешкімі жоқ десе, пайғамбар салам айтады, мен төлеймін. Ешкім жоқ па төлейтін? Мен төлеймін. Бірақ бір кісінің несінде, жаназасында 2 дирхамға қарыз екен. Бала шағасы кішкентай ма, төлей алмайтын болады. Сонда мына кісінің қарызын мойнына кім алады дегенде бір жігіттердің ішінде бір жақсы жігіттер болады ғой өзі. Я Расулалла, мен аламын дейді. Жаназа шығара беріңіз, мен құтыламын ана кісіден дейді. Сөйтіп бір-екі күннен кейін жаназа өтіп кетті. Бір-екі күннен кейін ана кісіге жол бердіңіз бе, бермедіңіз бе ана кешегі айтқанына? Есіме шығып кетті. Бар ақшам, бірақ беремін ғой, қашпаймын дейді. Десе, ана кісі әлі құтылмаған екен онда. Ананың мойнына өткенмен, ана кісі қарызын бермейінше, мына қайтқан кісіге ол азап етеді. Енді осыны білген бала әкесінің қарызын бермей қашып жүре бере ме? Иманды қыз, иманды бала әкесінің анасының қарызы болып кеткен болса, анық, ол белгілі болу керек ол. Ол куәлермен болу керек. Сонда ол баласы қарыз бермей қашып жүре береді дейсіз ба? Иманы жоқ адам ғана қашып жүреді да. Түсініңіз ба? Иманы мықты болатын болса, бірінші содан құтылады ғой. Имам Шафиғи деген кісі өткені, имам Шафиғи. Мазхаб иесі болған. Сол кісі қайтыс боларда, пәленше деген бизнесмен жаназам шығарсын жазып кеткен хаты бар екен. Имам Шафиғи қайтыс болғанда, Алла рахметін алсын, сол ауылдағы үлкен бизнесмен кісіге айтып кеткен екен, сол менің жаназамды шығарсын деп. Ол бизнесмен имам емес, ұстаз емес ол. Мұсылман кісі бірақ. Сол адамдар таң қалған ғой. Тұр ғой, имам тұр ғой. Бизнесменге айтқан. Сонда ана бизнесмен өсиет қағазын маған көрсетіңдерші деп. Жастығының астында. Өсиет қағазына келсе 70.000 дирхам қарыз болып кеткен екен ғой имам Шафиғи. 2 дирхам емес, 70.000. Кімге қарыз ол? Үшінші қатынаған ма? 3 этаж үй салып берді. Сөйтсе, медресесінде оқып жатқан балалардың тамағына, ұстаздардың айлығына, киімдеріне, кітаптарына алған екен ғой 70.000 дирхам әрбір. Етіне, нанына қарыз екен ғой. Сонда бизнесмен түсініп қойған ғой. Не үшін мені таңдап тұр ол? Демек артық бірдеңе бар ғой жерде. Әкелен өсиет қағаз десе 70.000 қарыз. Қалтасынан шығарып та, төлеп тастайды да, сосын имамға жаназасын шығарып. Сосын барып имам жаназасын шығарып. Қастаңызшы. Мына Шымкентте менің бір жақын туысқаным $1 миллион магазин сатты. Ана бір үлкен супермаркет сатты. $1 миллион.
$500.000 қазір берді. Қалған $500 $500.000 6 айдың ішінде береді болып келісті. Бәрін жазып, нотариально бәрін. Сөйтсе, анау намаз оқитын кісілер екен алған адамдар. Bir gün deyip, men жақын туысқан. Bir gün айтады, ана хабарласады дейді. Bir айдан кейін, 2 айдан кейін ба? Хабарласады. Әкеміз қайтыс болды. Магазинде алған кісі қайтыс болды. Балдар хабарласады. Бүгін 3-те жаназа. Сізбен қазір жолығымыз керек болып тұр. Срочно жолығымыз керек болып тұр. Алған әкесі, қарыз әкесі. Келмей құрсы да болады ғой. Келіп $500 санап берген ғой. Риза болыңыз, жаназада таза кетсін әкем. Келмей қойып отқандар бар ғой. Сондықтан бала иманды болса, оның әкесі анасы қарыз болып кетсе, баласы үйіп жатпайды ол. Тыныш жатамайды ол. Ал иманы әлсіз болса, немесе басқа болса, оған бәрі. Әкесін де боқтатып, шешесін де боқтатып жүре береді. Біздің имамның қасына ұстаз алдырып, балдар оқытайық деп отқанымыз сол. Кішкентай кезінен иман сап қойайық, Құран сап қойайық, ертең олар әкесін де жылатпайды, шешесін де жылатпайды, елге қызмет қылатын болады. Соны түсіндіріп айта алмай жатырмын ғой. 15-20 жылда елге ие болатын жігіттер пайда болады. Төбелесіп жүретін емес. Бәле іздеп жүрген, картошник басқа емес. Енді көп сөйлеп қойған жоқпыз ба? Алла разы болсын, өмірлеріңізге береке берсін. Сіз сөйлесіп қой, шайды ішкізбедіңіз. Үлгеріп бізде бір жігіт айтады, имам болғым келеді, әттең сол бір ном бар дейді да. Имам болғым келіп жатыр, бірақ бір ном бар дейді. Арақ ішіп қойсын ба? Жоқ, ішпейді. Енді мен десе, асқазаным ашар еді, әйтпесе имам болып кетеді. Соқса біз үлгеріп жатырмыз. Ал Алла разы болсын, өздеріңізбен мына дәмдес болдық. Көрдік, ауылдарыңызға келдік. Имам болу үшін асқазан дұрыс болу. Иә, бірінші орында солмай. Молдада сыптай жігіттер дегенде. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri var. Men aradallahu bihi hayran yufakkihu fid-din. Kimge de Allah жақсылық қаласа, onu осы адамды dinde fakih kılıp koyar. Fakih yani bilimli, dinni bilетін, şeriatını bilетін kılıp koyar. Allah Teala жақсылық қалаған kişiге men aradallahu bihi hayran inşallah 2 saat vağız nasihat ettiğiniz. Ол да Allah bergen bir күш бұл. Her kimge verebilmeydi. 2 saat vağız ayıttı o. O da bir күш керек. Allah'ın қалауымен болады дейді. Allah қаламаса есек назарға делдал боламайсың